Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерменен оңай әрі көп затты қажет етпейтін блинчиктің рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа қажет. 3 жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып аламыз. Bir шай қасық тұз және де 3 ас қасық қант. Дәміне қарай, егер тәтті болған қаласаңыздар, одан да 1-2 қасық қосуға болады, немесе азайтуға болады, өз қалауларыңызша. Қосып жақсылап араластырып аламыз. Сосын 200 грамм ұнның жартысын салып, жақсылап араластырып алыңыздар. Жартысын алып қоясыздар. Оның үстіне бөлме температурасындағы 200 грамм сүтімізді құйып, араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді үстіне қалған ұнымызды қосып бір келгетіп араластырыңыздар. Сосын 200 грамм ыстық қайнап тұрған суымызды қосамыз. Және де 3 ас қасық майды қосып араластырамыз. Қызып тұрған табамызға жарты ожау жаңағы массамызды алып табаға құямыз. Құйғаннан кейін осындай тесіктер пайда болады, және де жанында кішкене осылай сарғая бастайды. Сол кезде аласыздар да екінші бетіне ауыстырасыздар. Біздің блинчигіміз дайын. Блинчик жұқа болады, және де ажурный дейді ғой, ажурный болады. Және де жан жағы кеуіп кетпейді, жұқа және жұмсақ болып піседі. Салмасына, яғни начинкасына өздеріңіз білесіздер. Мен творогқа кішкене сгущенка қосып араластырып, бірнеше түрін көрсеткім келді. Осылай блинчиктің ортасын салып аласыздар, сосын біртіндеп жинаймыз. Как мешок сияқты қылып жинайсыздар. Сосын зубочистканы аласыздар да, екі жағынан жақсылап ашылып кетпейтін етіп қыстырасыздар. Бұны яғни қонақтар келген кезде солай әрлеп, әдемілеп қоюға болады. Және де екінші түрі ол бәріміз білетіндей, ортасына варенье, кез келген повидло, или болмаса джем қосып, осылай жақсылап орап, ұсынсаңыздар болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, қыздар. Мен өзім көп рецепті қарадым, бірақ ішіндегі ең ұнағаны осы ғана болды.